Сәлеметсіздер ме? Бүгін ұбт-ға дайындық есептерінің екінші сабағы 16-шы есептен бастап жалғастыратын боламыз. Бізге куб берілген. Үзік сызықтарымызды белгілеп қояйық. АВСД, А1, В1, С1, Д1 кубы берілген, және осы кубы АС векторына параллель басқа кубқа көшірілген. Егер АВ, яғни кубтың қабырғалары бізде А болатын болса, онда осы екі кубтың ең қашық нүктелерінің арақашықтығын табыңыз. Яғни мына АС векторы бойынша кубтың әрбір нүктесін көшіріп шығамын. Мен қазір өлшеммен шамамен салып шығамын. Әрбір нүктесі бірдей нүктелерге көшті деп қабылдап, мысалы басқа бір мынадай нүктеге көшкен болсын. Енді АС1 бізде кубтың диагоналі болып келеді. Жалпы біз кубтың диагоналін қалай табамыз? D квадрат тең болады 3 өлшемін квадраттап қосамыз, немесе ол бізде 3А квадрат болады. D-ны табу үшін А-ны жақшаның сыртына шығарып жібереміз, А түбірасты 3-ге тең болады. Ал есепте айтады, екі кубтың ең қашық нүктелері, ең қашық нүктесі А нүктесі мен мына жердегі бір нүктесі. Осы екеуінің арақашықтығы екі кубтың бір-бірінен ең қашық нүктелері болып келеді. Сонда АС1 векторы және тағы да дәл сондай вектор, осы диагональды 2 еселеймін. Менде шығады 2А түбірасты 3, немесе 2 түбірасты 3А. Екі кубтың ең қашық нүктелерінің арақашықтығы 2 түбірасты 3А болады. 17-ші есеп, теңдеуді шешуіміз керек. 4-тің х дәрежесі қосу 6-тың х дәрежесі азайту 2 көбейту 9-дың х дәрежесі тең 0-ге. 4-ті біз 2-ның 2х дәрежесі деп жазып алайық. 6-ны 2 көбейту 3-тің х дәрежесі деп жазамын. Азайту 2 көбейту 3-тің 2х дәрежесі тең 0-ге. Енді біз өзіміз 2-ның 2х дәрежесіне бөліп жіберуімізге болады, болмаса 3-тің 2х дәрежесіне бөліп жіберуімізге болады. Мен 3-тің 2х дәрежесіне бөліп жіберемін. 2-ның 2х дәрежесін бөлемін 3-тің 2х дәрежесіне, қосамын. 2 көбейту 3-тің х дәрежесін әрқайсысының дәреже түрінде жазуым болады. 2-ның х дәрежесі көбейту 3-тің х дәрежесі. Бөлімінде 3-тің 2х дәрежесі азайтамын. 2 көбейту 3-тің 2х дәрежесі бөлімінде 3-тің 2х дәрежесі тең 0-ге. 2 бөлінген 3-тің 2х дәрежесі қосу 3-тің х дәрежесі мен мұндағы квадраты қысқарады, қалады 2 бөлінген 3-тің х дәрежесі, азайту, мыналар бізде қысқарып кетеді, тең болады 0. Енді жаңа айнымалы енгіземін. 3-тен 2-ның х дәрежесін А деп аламын. А квадрат қосу А азайту 2 тең 0-ге. Вет теоремасы бойынша түбірлерінің қосындысы -1, көбейтіндісі -2-ге тең. Қосқанда 1, көбейткенде 2 болатын. -2 мен 1. 3-тен 2-ның х дәрежесі тең болады 1-ге, демек х-ым 0-ге тең. 3-тен 2-ның -2 дәрежесі, х дәрежесі тең болады -2. Бұл жерде шешімі болмайды. Сонда біздің есебіміздің жауабы В жауабы болады екен, х-ымыз 0-ге тең. 18-ші есеп, теңдеулер жүйесін шешіп, х азайту y-тің мәнін табуымыз керек. 2-ның х дәрежесі азайту 2-ның y дәрежесі тең болады 1-ге, 2-ның 3х дәрежесі азайту 2-ның 3y дәрежесі тең болады 7-ге.
2-нің x дәрежесін a деп, 2-нің y дәрежесін b деп алатын болсам, a азайту b 1-ге тең, a-ның кубы азайту b-ның кубы 7-ге тең. a азайту b тең 1. Мына жерде a азайту b, a квадрат қосу ab қосу b квадрат тең 7-ге. a квадрат қосу ab қосу b квадрат тең 7. Енді мына жерден біз біреуін екіншісі арқылы өрнектеп алуымызға болады. a тең болады 1 қосу b. a-ның орнына 1 қосу b-ны қоямын. Квадраты қосу 1 қосу b-ның b-ға көбейтемін, қосамын b квадрат тең 7. 1 қосу 2 b қосу b квадрат қосу b қосу b квадрат қосу b квадрат тең 7. Қазір ұқсастарын біріктіреміз. b квадрат біреу, екеу, үшеу, 3b квадрат. Оған қосамын 3b-ны, 7-ні минус 7 мына жаққа шығарамын. Онда менде минус 6 шығады. Жақшаның сыртына 3-ті шығарып жіберсем, b квадрат қосу b азайту 2 тең 0. b квадрат қосу b азайту 2 тең 0. Бет теоремасы бойынша қараймын. Қосындысы минус 1, көбейтіндісі минус 2-ге тең болады. Демек ол бізде 1 мен минус 2. b1 b2-ні таптым, енді a1 a2-ні табамын. a1 тең болады, 1-ге 1 қосам 2, a2 тең болады, 1 азайту 2, ол минус 1. Енді орындарына қоямын. 2-нің x дәрежесі тең болады 2-ге, x-ім 1-ге тең. 2-нің x дәрежесі тең болады минус 1, бұның шешімі болмайды. Менің x-ім 1-ге тең болды. Енді y-ті табамын. 2-нің y дәрежесі тең болады 1-ге, y-ім 0-ге тең болды. Және 2-нің y дәрежесі тең болады минус 2, бұның шешімі болмайды. Менің x-ім 1-ге, y-ім 0-ге, демек x азайту y-ім 1 азайту 0, ол 1-ге тең болады. В жауабын таңдаймыз. 19-шы есеп, теңсіздіктер жүйесін шешуіміз керек. Әрқайсысын жеке-жеке шығарып аламын. 2 көбейту x азайту 1, 3 көбейту x азайту 4 артық x қосу 5. Бірінші теңсіздікті шешемін. Ол үшін жақшаларды дұрыс ашып алуымыз керек. x-тардың бәрі оғын бір жаққа топтаймын. Минус x, минус 2x артық. Минус 2 плюс 12, 10. Мына жаққа шығарып жіберемін. Минус 5. x кем 2,5. Теріс санға бөлгендіктен теңсіздік белгісінің таңбасы өзгерді қарама-қарсыға. Енді екінші теңсіздікті шешемін. 3x азайту 4, x квадрат қосу 4x қосу 4 артық немесе тең 0. Бөлімін 0-ге теңестіремін. 3x тең болады 4, x тең болады 3-тен 4. Бір шешімі. Екіншісі x квадрат қосу 4x қосу 4 тең болмау керек 0-ге. Осы жерде қателесіп кетпеулеріңіз үшін бұлай жазып қоюға болады. X қосу 2-нің квадраты. Байқап тұрсаңыздар, мына жерде еселі түбір екенін көруге болады. X тең болмау керек минус 2-ге. Бұл не үшін маңызды екенін қазір координаталық сәулеге салған кезде көресіздер. Анық болу үшін екі координаталық кесін түзуге салған кезде екі координаталық түзу саламын, немесе сандар түзуі деп айтамыз, сан өсі деп айтамыз. 2,5-ті белгілеп алайын, ашық қалдырамыз 2,5-ті, 2,5-тен кем сандар, яғни минус шексіздіктен 2,5-ге дейін деген сөз. 3-тен 4-ті белгілеймін және бояймын. Бізде қатаң емес теңсіздік. Мінекей, мына жерде бізде қатаң теңсіздік, сондықтан боялмайды. Минус 2-ні боямаймын, жауапқа кірмегендіктен, себебі бұл минус 2 нүктесі бөлшектің бөлімін 0-ге айналдырып жібереді. Және мына жерде әдейі жазып қойдым, еселі түбір екендігін көрсетіп, сондықтан петля саламын. Аралықтарға бөлемін.
Таңбасын анықтаймын. -2 мен 3-тен 4-тің арасынан 0 беремін. Мұнда 0 минус, мұнда 0 берем плюс, мына жер минус болады. Плюс, минус, плюс. Маған оң аралық керек. Сонда екеуінің қиылысуы. -2-ні біз ала алмаймыз, себебі -2 жауапқа кірмегендіктен. Сонда теңсіздіктер жүйесінің жауабы 3-тен 4-тен 2,5-ге дейін. 2,5-ті 2-ден 5 деп жазуға болады. Д жауабы дұрыс жауап. 20-шы есеп. Шар кубқа іштей созылған. Куб салдым және осыған іштей созылған шар болсын. Кубтың диагоналі 3 түбірасты 3 болса, шар көлемінің куб көлеміне қатынасын табу керек. Кубтың диагоналі, яғни D тең болады 3 түбірасты 3. Біз егер квадрат деп қарайтын болсақ, квадратқа іштей сызылған дөңгелектің радиусы ол А бөлінген 2. Егер диагональ 3 түбірасты 3 болатын болса, онда қабырғасын тауып алуға болады. Мына жерден былай тауып алуға болады. 2а квадрат тең болады d квадратқа, немесе а квадрат тең болады d квадрат бөлу 2. А тең болады түбірастында d квадрат бөлу 2. d-ні квадраттасақ, бізде 9, 27, 27-ні 2-ке бөлемін. Түбірастан 3 шығады, 3 түбірасты 3 бөлінген түбірасты 2. Кубтың бір қабырғасы А тең болады 3 түбірасты 3 бөлу түбірасты 2 болсын. Енді радиусын табу үшін мына формуланы қолданамыз. R тең болады 3 түбірасты 3 бөлінген түбірасты 2-ні бөлемін 2-ге. 3 түбірасты 3 иррационалдықтан құтылатын болсам, 2 көбейту 2 көбейту түбірасты 2. 4-тен 3 түбірасты 6 болады радиусы. Енді әрқайсысының көлемін табам. В тең болады 3-тен 4 пи көбейту. Кубтасам 4, 3 түбірасты 6. Мына дей жазып тұрмын біреуін, енді квадраттаймын. 9 көбейту 6, 16. 4 пен 4 қысқарып кетеді, 3 пен 3 қысқарып кетеді. Так, 6 мен 16-ны 2-ге бөлсем 8, 3. Сонда бөлімінде 8, алымында 27 түбірасты 6 пи. Кубтың көлемін табамын. Неге? 3 түбірасты 3 бөлінген түбірасты 2-ні кубтаймын. 27 көбейту 3 түбірасты 3 бөлімінде 2 түбірасты 2 болады. 27-ні 3-ке көбейтсем 81 түбірасты 3 бөлімінде 2 түбірасты 2. Немесе иррационалдықтан құтыламыз. 81 түбірастында 6 бөлімінде 4. Енді екеуінің қатынасын есептейміз. Шар көлемінің куб көлеміне қатынасын есептейміз. Шардың көлемі 27 түбірастында 6 көбейту пи бөлу 8 және оны көбейтемін 4, 81 түбірасты 6. 4 пен 8-ді қысқартамын 2, түбірасты 6 мен түбірасты 6-ны қысқартамын. 27 мен 81-ді қысқартамын. Бұл жерде 3 болады. Алымында пи бөлімінде 6. Екеуінің көлемдерінің қатынасы пи бөлінген 6. Мен С жауабын таңдаймын.